Сәлеметсіңдер ме балалар? Көркем еңбек сабағын бастаймыз. Таза ауадағы ойын түрлері. Бүгінгі сабақта ойынның түрлерін, олардың адамға пайдасын білетін боласыңдар. Сен денің сау болу үшін таңертең жаттығу жасап, спортпен шұғылдану керек екенін білесің. Таза ауада көбірек серуендеу қажет. Балалар қозғалып, секіріп, жүгіргенді жақсы көреді. Мұндай ойындар ептілік пен шымырлығыңды арттырып, шынықтырады. Денсаулығыңа пайдасы зор. Суретшілер балалар ойыны тақырыбын жиі бейнелейді. Суретшілер бұл туындыларда қандай көңіл күйді беруге тырысқан? Көтеріңкі көңіл күйді беруге тырысқан. Картиналардағы балалар не істеп жатыр? Бірінші картинада шана мен сырғанауда. Екінші картинада топай ойынын ойнауда. Балалар, ұлттық ойындарды білеміз бе? Қыз қуу, көкпар, асық ойнау, сақина салу, соқыр, теке ойындары бар. Өздеріңізге ұнаған ұлттық ойындар туралы сурет салуға болады.